да чупа-чуп жасаймыз. Ол үшін бізге заттар керек. Менде мынандай қалып бар. Менде жұлдыз қалып бар. Менде бачы чупа-чупс қалып бар. Ал бастайық. Бірінші қалыптарға сұйық май жағайық. Әйтпесе чупа-чупс жабысып қалады. Енді оны шетке алып қояйық. Бірінші бір кесе қантты ыдысқа саламыз. Ал енді глюкоза сиропты қосамыз. Енді су құйып, жақсылап араластырамыз. Енді осыны газге қоямыз. Жақсылап араластырамыз. Қант еріген соң газдың астын басамыз. Кішкене лимонды сығамыз. Мынау қайнап болды. Дайын болғанын білсін. Наны суға салып көреміз тамшысын. Сол кезде судың ішінде қатып қалу керек. Енді көк түсті қосамыз. Енді жасыл түсті қосамыз. Жарты қасық ароматизатор қосамыз. Енді қалыптарға құйып шығамыз. Енді холодильникке салып қоямыз. Қатқанша күтеміз. Біздің чупа-чупсымыз қатты. Енді оларды дүкендегі сақты істеп шығамыз. Ол үшін бізге мынандай пакет пен мынандай орайтын нәрсе қажет. Енді чупа-чупстарды алып бастаймыз.
алдық. Енді дәмін де көрсек болады. Дәмді. Бізде мынандай қалыптар бар. Сондай қалып алғыңыздар келсе, видеоның астынан қараңдар. Сонда қайдан алған жазылған. Осы видео ұнаса лайк басыңдар, біздің каналға жазылыңыздар. Пока!